Бүгін біз диссертациялық кеңестің кезекті отырысын MS Teams платформасында онлайн және офлайн форматта бастаймыз. Диссертациялық кеңестің тұрақты құрамымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіз. Диссертациялық кеңестің төрайымы Есдәулетова Ардақ Мелсовна, тарих ғылымдарының докторы, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры. Диссертациялық кеңестің төрайымының орынбасары Кокенова Гүлнар Мәжитовна, тарих ғылымдарының докторы, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры. Диссертациялық кеңестің ғылымы хатшысы Алиева Сәуле Каменовна, тарих ғылымдарының кандидаты, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры. Диссертациялық кеңестің тұрақты мүшесі Медеубаева Жанар Мұратбековна, тарих ғылымдарының кандидаты, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері бұл Еуразия кеңістігінің және жалпы әлемдегі интеграциялар үдерістер тақырыбына қатысты зерттеулер жүргізген ғалымдар. Кажирова Светлана Басеевна, саясаттану ғылымдарының докторы, Шығыстану институтының жетекші ғылымы қызметкері, мамандығы 23.00.00 саясаттану, Астана қаласы, Қазақстан Республикасы. Смагулова Гүлнар Мұратбековна, тарих ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Букетов атындағы Қарағанды университеті, әлем тарихы және халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры. Мамандығы 07.00.03 жалпы тарих, Қарағанды, Қазақстан Республикасы. Рамакришна Пратхан, философия докторы, PhD, Орталық университетінің әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы. Мамандығы 23.00.00 саясаттану. Беласпур қаласы, Чхатихсахар, штаты Үндістан. Шеризданова Камила Галимовна, философия докторы, PhD, қауымдастырылған профессор, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы дипломатия институтының профессоры, мамандығы 23.00.00 саясаттану, Астана, Қазақстан Республикасы. Шқужанова Айым Нұртасовна, философия докторы, PhD, қауымдастырылған профессор, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар кафедрасының доценті. Мамандығы 6.05.05.00 аймақтану, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы. Кеңестің бекітілген құрамы 4 адам. Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері 3 адам. Ресми рецензенттер 2 адам. Кеңес отырысында 9 мүше қатысуда. Қажетті кворум бар. Диссертациялық кеңестің отырысын басталуға рұқсат етіңіз. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, бүгінгі күн тәртібінде Болысбекова Мөлдір Қиясбаевнаның Меркосур және Евразия экономикалық одақ интеграциялық үдерістер шектеулері мен тәжірибедегі бастамалары тақырыбынан диссертациялық зерттеу 6.02.02.00 халықаралық қатынастар мамандығы бойынша қорғауға қарастырылуда. Ғылыми жетекші Жолдасбекова Ақбота Ниязовна, саяси ғылымдарының кандидаты, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің аймақтану кафедрасының профессоры, Астана, Қазақстан Республикасы. Паула Ботта, философия докторы, PhD, Ла-Плата ұлттық университетінің профессоры, Ла-Плата қаласы, Аргентина. Ресми рецензенттер Шеризданова Камила Галимовна, философия докторы, PhD,
Қауымдастырылған профессор, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекет басқару академиясы, дипломатия институтының профессоры. Мамандығы 23.00.00 саясаттану. Астана қаласы, Қазақстан Республикасы. Екінші рецензент Шқожанова Айым Нұртасовна, философия доктор PhD. Қауымдастырылған профессор, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті халықаралық қатынастар кафедрасының доценті, мамандығы 6D050500, аймақтану, Алматы қаласы, Қазақстан Республикасы. Бүгінгі диссертациялық кеңес отырылысын жалпы ұзақтылығы шамамен 2 сағаттың құрайтын регламенті осындай болады. Сол бірінші ғылыми хатшысы PhD философия докторының дәрежесіне үміткер туралы ақпараты, содан кейін PhD дәрежесіне үміткері 15 минут баяндамасы, содан кейін кеңес мүшелерінің үміткерге баяндамасы бойынша сұрақтары. Әр сұраққа 2 минуттан артық емес. Ғылыми кеңесшісінің сөзі 7 минут. Шетелдік ғылыми кеңесшісінің сөзі 7 минут. PhD дәрежесіне үміткердің жауаптары 5 минут. Ресми рецензенттердің сөзі арқасына 10 минут. Ашық ғылыми пікірталас ол 15 минут болды. Жалпы 15 минут. Сонымен жалпы 2 сағат. Күн тәртібі бір ауыздан бекітілді. Келесісіндір ғой. Уақыт регламенті келісілді. Диссертациялық зерттеуді қорғау рәсімінде көшеміз. Диссертацияға ұсынылған құжаттардың белгіленген талаптарға сәйкестігі және диссертацияның жеке ісі бойынша ақпарат беру үшін сөз тарихы ғылымдарының кандидаты, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті халықаралық қатынастар кафедрасының профессоры, міндетті атқарушы Алиева Сәуле Каменовнаға беріледі. Рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері. Ізденушінің жеке ісінің мәліметтерді оқып беруге рұқсат етіңіздер. Болысбекова Мөлдір Киязбаевна 1987 жылы 23 қыркүйекте Түркістан облысы Кентау қаласында дүниеге келген. 2005 жылы орта мектепті аяқтап, Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетіне оқуға түсіп, 2009 жылы халықаралық қатынастар мамандығы бойынша бітірді. 2009-дан 2011 жылдары Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің магистратурасында халықаралық қатынастар мамандығы бойынша білім алды. 2009-2012 жылдары осы кафедрасында іс қағаз жүргізушісі болып жұмыс істеді. 2012 жылдан 2016 жылдың тамызында дейін Гумилев атындағы осы кафедрада оқытушы қызметін атқарды. 2016-дан 2019 жылдары Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде докторантурада 6D020200 халықаралық қатынастар мамандығы бойынша оқыды. 2019 жылдан күнге дейін Гумилев атындағы Евразия университетінде аймақтану кафедрасында аға оқытушы болып қызмет атқарып келеді. Докторантурада оқып жүрген кезінде Болысбекова Мөлдір Киязбайқызы Евразиялық экономика комиссиясында ғылыми тағылымдаман өтті Мәскеу қаласында, Ресей Федерацияда. Бұл тағылымдама оның диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша жұмыс істеуіне және Скопус базасына кіретін журналда мақала жариялауына елеулі үлес қосты. Диссертациялық зерттеудің негізгі нәтижелері
9 баспа жұмысында жарияланған. Олардың 4-еуі Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми журналдарда. 2-еуі Scopus базасында енген басылымдарда, 3-еуі конференция жинақтарында жарияланған. Диссертация Болыспекова Мөлдір Каязбаны қызының алғашқы рет қорғауға ұсынылып отыр. Қорғау рәсімін өту үшін қажетті барлық құжаттар ізденуші тарапынан толық тапсырылды. Қандай сұрақ бар? Рахмет, құрметті саламатсыздар ма? Құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, құрметті кафедра оқытушылары, сіздердің назарларыңызға Меркосур және Еуразиялық экономикалық одақ интеграциялық үдерістер шектеулері мен тәжірибедегі бастамалары тақырыбындағы зерттеу ұсынылады. Зерттеу тақырыбын көріп отырғандарыңыздай, келесі слайдта өзекті зерттеу жұмысының өзектілігіне тоқталар болсам, заманауи халықаралық қатынастар жүйесі жеке мемлекеттерден ғана емес, түрлі салалар бойынша көптеген аймақтық келісімдермен байланысты интеграциялық бірлестіктерге кіретін мемлекеттер тобын құрайтындығымен, екіншіден қырғи қабақ соғысының аяқталуы және жаһандану жаңа аймақшылдыққа жол ашып, түрлі аймақтардағы интеграциялық бастамаларды салыстыру кең тарала бастауымен, үшіншіден әлемнің дамушы аймақтарында орын алып жатқан аймақтық ынтымақтастықтарды салыстыратын зерттеулер санының әлі де аз болуымен, және де Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосурдың халықаралық қызығушылық тудыратын бір қатар ерекшеліктерінің болуымен, Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур аймақтық интеграцияның кең ауқымды жаһандық үрдісіне ықпал етуімен, сонымен қатар аймақтық ынтымақтастықтың табысты болуына әсер ететін факторларды түсінуде бір-біріне ұқсас интеграциялық үдерістердің ерекшеліктері мен айырмашылықтарын зерттеудің маңыздылығымен, сонымен қатар Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одақ интеграциялық үдерістерін талдау Қазақстанның халықаралық аренадағы позициясын нығайтуға көмектесетін неғұрлым тиімді сыртқы және ішкі саясатты әзірлеуде стратегиялық маңызға ие болуымен айқындалады. Келесі зерттеу нысанына өтетін болсам, ол Меркосур және Еуразиялық экономикалық одақтағы интеграциялық үдерістер болып табылады. Зерттеу пәні Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одақтағы аймақтық интеграцияның барысын түсіндіретін экономикалық, саяси, тарихи, мәдени, стратегиялық факторлар болып табылады. Бұдан былай зерттеудің мақсатын айтатын болсам, Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур кеңістігіндегі интеграциялық үдерістердің жағдайы мен перспективаларына салыстырмалы талдау жүргізу, олардың әлеуеті мен жаңа жаһандық жағдайдағы негізгі қауіптарын анықтау болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін бірқатар міндеттер анықталды. Бірінші міндет, атап өтетін болсам, Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур шеңберіндегі интеграциялық үдерістерді зерттеудің концептуалды тәсілдерін анықтау. Екіншіден, интеграциялық үдерістердің трендтерін, үлгілерінің эволюциясын, факторлары мен тетіктерін зерттеудің теориялық құралдарын айқындау. Үшіншіден, Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур интеграциялық құрылымдарының институционалдық ерекшеліктеріне салыстырмалы талдау жүргізу. Төртіншіден, Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур шеңберіндегі экономикалық өзара тәуелділікті және оның интеграциялық үдерістердің тиімділігіне әсерін бағалау. Бесіншіден, Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур қызмет аясында туындайтын саяси теңгерімсіздікті зерттеу. Алтыншыден, Меркосур интеграциялық құрылымдарындағы аймақтық тұтастық пен көшбасшылық мәселелерін анықтау. Жетіншіден, Ресейдің басымдық рөліне баса назар аудара отырып, Еуразиялық экономикалық одақтағы
аймақтық тұтастық пен көшбасшылық мәселелерін талдау және де соңғы Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур шеңберінде интеграцияны дамытудың кедергілері мен болашағына салыстырмалы бағалау жүргізу болып табылады. Осыдан кейін зерттеудің құрылымына келетін болса, құрылымы және көлеміне диссертациялық жұмыстың құрылымы қойылған мақсат пен міндеттермен айқындалған, зерттеу жұмысы белгілеулер мен қысқартулардан, кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Толығырақ слайдта әрбір тараудың ішіндегі бөлімдермен таныса аласыздар. Келесі слайдқа өтетін болсам, зерттеудің деректік негізіне тоқтала өтетін болсам, Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одақтың құқықтық негізін құрайтын іргелі құжаттардан тұрады. Сыртқы және халықаралық қатынастар мәселелерін қамтитын мемлекет және үкімет басшыларының ресми және бірлескен мәлімдемелерінен тұрады. Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одақ арасындағы үшінші елдермен және халықаралық ұйымдармен жасалған халықаралық шарттары, сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур елдеріндегі сауда, инвестиция, көлік туралы аналитикалық жазбалар, есептер, экономикалық және статистикалық материалдар кіреді. Осы орайда келесі зерттеу жұмысының тақырыптың зерттелу деңгейіне өтетін болсам, жалпы тақырыптың зерттелу деңгейі бізге қазіргі таңда жеткіліксіз көрінеді. Себебі салыстырмалы аймақшылдық мәселелер бойынша жұмыстың едәуір бөлігі интеграциялық процестерді Еуропалық одақ моделімен талдау және салыстыру арқылы нәтижесінде белгілі бір аймақтардағы артықшылықтар мен кемшіліктерді анықтауға бағытталған. Ал Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур сияқты Еуропалық одақпен бір деңгейде салыстыруға келмейтін интеграциялық ынтымақтастықтардың салыстырмалы зерттеулері отандық жұмыстарда көбінде назардан тыс қалып отыр. Зерттеу барысында соған қарамастан көптеген отандық және шетелдік жұмыстар талданды. Сондықтан зерттеу тақырыбына қатысты әдебиеттердің келесі тоқтамасына тоқталып өтетін болсам, отандық зерттеушілердің ішінде көптеген авторлардың еңбектеріне тоқталып өтуге болады. Жалпы жеке дара Еуразиялық экономикалық одаққа арналған жұмыстардың саны аз емес. Қолданылған авторлардың тізімін слайдта көре аласыздар. Алайда интеграциялық жобаларды, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақты Меркосурмен салыстырмалы түрде қарастыратын жұмыстардың саны шектеулі. Атап өтетін Хор, Қыдырбек, Көкеева сынды авторлардың еңбектерін атап өтуге болады. Жалпы салыстырмалы талдауда шетелдік басылымдар басымдыққа ие болып келді. Көптеген еңбектер интеграциялық теориялар тарапынан қарастырылу арқылы қызықты көрінді. Негізгі теоретиктермен қоса Винокуров, Либман, Маламут сынды авторлардың еңбектері аса қызығушылық тудырды деп айта аламыз. Осы негізде зерттеудің әдістемесіне өтетін болсақ, қарастырылып отыратын мәселелердің әртүрлі аспектілеріне арналған отандық және шетелдік авторлардың тұжырымдамаларынан құрайды. Жалпы әдістемесі диссертациялық жұмыста жүйелік талдау, құрылымдық функционалдық талдау әдістері, көп факторлы басқару теорияларының ережелері қолданылды. Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур дамуының шарттары мен перспективаларын бағалау мақсатында свод талдауы жүргізілді. Сонымен қатар себеп, салдар факторларының жиынтығын көрсететін салыстырмалы талдау әдістері қолданылды. Осы орайда енді қорғау ережелеріне тоқталсам, бір қатар қорғау тұжырымдамалары ұсынылды. Біріншісі, слайдта көріп отырғандарыңыздай, неофункционализм және либералдық үкімет аралық көзқарас сияқты классикалық интеграциялық теориялар Меркосур және Еуразиялық экономикалық одақ интеграциялық үдерістері контекстінде шектеулі түсіндіру күшіне ие. Керісінше, неореализм, конструктивизм және президентализм жаңа аймақшылдық теориялары ұлттық мүдделердің рөлін, аймақтық тұтастық және интеграциялық үдерістерді құру мен қолдаудағы саяси элиталардың рөлін ескере отырып, осы аймақтардағы интеграциялық үдерістердің ерекшеліктерін айқын түсіндіру күшіне ие.
Екіншіден, екінші қорғау ережесі посткеңестік, кеңістік және оңтүстік Америкадағы интеграциялық үдерістерді зерттеудің баламалы тәсілдерінің қажеттілігі маңызды. Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур интеграциялық үдерістердің қалыптасуы, дамуы және қызметі интеграцияның классикалық теориялары ұсынатын экономикалық өзара тәуелділік және саяси құрылымдық сипаттамаларға негізделген түсініктемелер шеңберінен тыс шығады. Ол геосаяси, өркениеттік және әлеуметтік экономикалық талдау элементтерін біріктіретін кешенді тәсіл осы бірлестіктердің ерекшеліктерін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл оларды одан әрі дамыту бойынша тиімдірек ұсыныстар әзірлеуге ықпал етеді. Үшінші қорғау ережесіне өтетін болсам, Еуразиялық экономикалық одақ пен Меркосурдың институционалдық дамуы олардың құрылтай құжаттарында көрсетілген деңгейге әлі де жеткен жоқ. Еуразиялық экономикалық одақ функцияларын толық жүзеге асырмады, ал Меркосур толыққанды ортақ нарық мәртебесінен әлі де алшақ қалып отыр. Төртінші қорғау ережесі экономикалық өзара тәуелділік сұраныс шарты ретінде Еуразиялық экономикалық одақ пен Меркосур аймағындағы аймақтық интеграцияның қызметіне қажетті фактор болып табылмайды. Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде мүше елдердің экономикалық өзара тәуелділігі шектеулі, өйткені олардың арасындағы сауда ағындары көбінесе Қытай мен Еуропалық одақ сияқты сыртқы сауда серіктестерінің көлемі жағынан төмен. Меркосурда Бразилия мен Аргентина сияқты елдердің экспорттық құрылымдары ұқсас, бұл өзара саудаға ішкі сұранысты азайтады. Бұл бірлестіктердің жұмыс істеуі өзара тәуелділікпен емес, саяси және стратегиялық мақсаттармен қамтамасыз етіледі. Қосымша фактор халықаралық аренада өз ұстанымдарын нығайту мақсатында қатысушы елдерді аймақтық интеграцияны сақтауға ынталандыратын сыртқы сын-қатерлер мен қысымдар болып табылады. Бесінші қорғау ережесіне өтсем, Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур мүше мемлекеттер арасындағы көлем, экономикалық ықпал ету деңгейі және саяси мүдделері айтарлықтай теңгерімсіздікпен сипатталады. Бұл өкілеттіліктерді бөлуде асимметрияны тудырады. Келісілген саясат жүргізу мүмкіндігін шектейді және осы ұйымдар аясында аймақтық интеграцияның тұрақты дамуына қол жеткізуге кедергі келтіреді, интеграцияны тежейді. Алтыншы қорғау ережесі Меркосурдың интеграциялық дамуы аймақтық тұтастықтың Бразилияның гегемон ел ретіндегі рөлінің және интеграциялық үдерістерді құруға және ілгерілетуге белсенді қатысатын саяси элиталардың мүдделерінің бірлескен әсерімен анықталады. Интеграцияның тұрақтылығы мен динамикасы көп жағдайда Бразилияның аймақтық ынтымақтастықты сақтауға және дамытуға мүдделілік дәрежесіне байланысты. Бразилия аймақтың ең ірі экономикасы ретінде сыртқы саясатқа, сауда келісімдеріне және ішкі реформаларға әсер ететін интеграциялық процестерге айтарлықтай әсер етеді. Жетінші қорғау ережесі Еуразиялық экономикалық ұйымның интеграциялық жолы аймақтық тұтастыққа, Ресейдің гегемон ел ретіндегі рөліне және мүше елдердің басқарушы элиталарының саяси еркіне негізделген. Алайда Еуразиялық экономикалық одақ интеграциясының динамикасы, көшбасшылық мәртебесі, Украинадағы соғыс және оның санкциялардан туындаған экономикалық салдары сияқты факторлармен қиындайтын Ресейдің мүддесіне айтарлықтай тәуелді болып табылады. Келесі соңғы қорғау ережесі Меркосур және Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграцияның кедергілері мен болашағы салыстырмалы бағалау. Бұл интеграциялық жобалардың әртүрлі дәрежедегі дамуына ішкі және сыртқы факторлар әсер ететінін көрсетеді. Олардың ішінде басқару құрылымдары, мүше мемлекеттер арасындағы қарым-қатынастардың сипаты, сыртқы экономикалық қысымдар, сондай-ақ саяси тұрақсыздық, экономикалық теңсіздік және геосаяси жағдайлар басты рөл атқарады. Осы тұста зерттеу нәтижелері мен қорытындыларға өтетін болсам, зерттеу жұмысы дамушы әлемнің екі негізгі аймақтық ұйымына қатысты бірқатар маңызды қорытындыларға келеді. Олардың әрқайсысына толығырақ тоқталатын болсақ, біріншіден Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосур сияқты аймақтық блоктарды салыстырмалы зерттеу бірнеше интеграциялық теориялардан алынған белгілерге негізделуі тиіс. Еуропалық интеграцияны түсіндіруде қолданылатын негізгі теориялар неофункционализм және либералды үкіметаралық көзқарас дамушы елдердегі интеграцияның шектеулерін түсіндіруде пайдалы. Ал конструктивизм, президентализм, интеграцияның ұсыныстық және неореализм көзқарастары Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосурдың тәжірибесіндегі басымдықтарын айқындайды. Екіншіден,
Зерттелген интеграциялық одақтардың екеуінің де әлеуеттері шектеулі және оларға шамадан тыс міндеттер артылған. Құрылу моделі мен даму логикасы Еуропалық одаққа негізделген қос ұйымда да жоғарғы экономикалық өзара тәуелділікке алып келетін неофункционалистік әсер мен кеңеюдің шарттары, яғни шағын елдер, шағын қашықтықтар және халықтың жоғарғы тығыздығы немесе үкіметаралық көзқарастың құрылымдық жағдайлары, атап айтсақ, негізгі қатысушылар арасындағы биліктің салыстырмалы түрде теңдігі мүлдем қарастырылмаған. Екеуі де әлеуметтік экономикалық секторлардың қатысу деңгейінің төмендігімен сипатталатын, өзін өзі қамтамасыз етпейтін ішкі жағдайларға аз бағытталған автономды үдерістер ретінде дамуда. Үшіншіден, мәдениет интеграция саласы ретінде ұйымдардың құрылтай құжаттарында ешқашан айтылмағанымен, екеуі де экономикалық мақсаттарға негізделген ұйымдар, екеуі де интеграцияны мәдениетке негізделіп бастады. Меркосурдағы мәдени интеграция шаралары экономикалық құлдырау, өткір сауда қақтығыстары, бәсекелестік девальвация, Бразилия мен Аргентинаның геосаяси бағдарларындағы айқын айырмашылықтар салдарынан ұлтшылдық шиеленістерді еңсеру қиын болған 90-шы жылдары ақ жүзеге асырылды. Меркосур және Еуразиялық экономикалық одақтың мәдени интеграциясының шаралары оның мүше мемлекеттер арасындағы салыстырмалы мәдени біртектіліктерімен, сонымен бірге идеологиялық және мәдени жұмыс арқылы экономикалық және саяси интеграцияны қолдау қажеттілігімен қамтамасыз етілген. Дегенмен интеграциялық бастамалар мәдени жақындыққа шектен тыс сүйенбеуі тиіс. Өйткені аймақтандыру экономиканың, ішкі саясаттың және геосаясаттың көптеген болжанатын және болжауға келмейтін факторларына бағынады. Және бұл факторлар ұйымдардың мәдени бірегейлігінің үдерістің болашағына әсерін болжауға мүмкіндік бермейді. Төртіншіден, мемлекеттің жетекші рөлімен және президенттер басқаратын интеграция Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одаққа әрқашан тән сипаттамалар болды. Түрлі позициялар бойынша келіссөздердің президент аралықтан жоғары және әзірге қолайлы арнасы болған емес, және жақын болашақта Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одақ жұмысында және ішкі динамикасында күрделі құрылымдық өзгерістер күтілмейді. Бұл президенттіктің кез келген уақытта және кез келген жерде аймақтық интеграцияға тек қана жағымды ықпал етеді дегенді білдірмейді. Бірақ аймақтық ұлт үсті институттардың жоқтығына байланысты ұйымдардың жұмысында президент аралық тәсілдің басымдығы интеграциялық бірлестіктерінің ең алдымен құрылуы және сонан соң дамуының қажетті шарты болғандығын атап өту дұрыс. Және де бесіншіден, аймақ гегемон елдері Бразилияда, Ресейде өздерінің экономикалық үстемдігін аймақтық интеграцияның траекториясын басқаруда пайдалануда. Дегенмен ұсыныстық интеграцияның ауқымы мен табысы экономикалық теңсіздікпен және геосаяси мүдделермен шектеледі. Бразилия сауда мен өнеркәсіпті теңестіруге ерекше мән береді, ал Ресей энергетика мен геосаяси бірлікке назар аударады. Ресейдің энергетикалық орталықтандыру тәсілі энергетика мен көлік жеткізу тізбегінің интеграциясын арттырғанымен, бұл экономиканың диверсификациясын одан әрі төмендетеді. Еуразиялық экономикалық одақ саясатын тереңірек институттандыру, мысалы кедендік одақ құру, Ресейдің орталықтандырылған ықпалын көрсетеді және көбінесе кіші мүше елдер үшін икемділікті шектейді. Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграциялық үдерістер елеулі экономикалық, саяси және стратегиялық қателерге ұшырауда. Меркосур дамудың әртүрлі деңгейі инфляция мен қарызды қоса алғанда, оның мүшелер арасындағы экономикалық теңсіздікпен, сол сияқты Еуразиялық экономикалық одақ табиғи ресурстарға тәуелділік пен шектеулі әртараптандыруға байланысты экономикалық қиындықтармен шектелген. Меркосурдегі Бразилияның және Еуразиялық экономикалық одақтағы Ресейдің үстем позициясы кіші мемлекеттердің мүддесін елемей, өз пайдасына бір жақты шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Бұл Ресейдің үстемдік рөлі мен оның аймақтық интеграциялық үдерісті қалыптастыруда экономикалық ықпалын қолдану қабілетіне негізделген. Қорытындылай келе, Ресей-Украина соғысы сөзсіз Еуразиялық экономикалық одақта айтарлықтай саяси шиеленіс пен белгісіздікке әкеліп соқты. Бұл оның Орталық Азиядағы мүше мемлекеттерін Ресейге экономикалық тәуелділігін азайту және халықаралық серіктестерін әртараптандыруға мүмкіндіктерін іздеуге итермелейді. Қытайдың Оңтүстік Америка мен Еуразия аймағында өсіп келе жатқан экономикалық және саяси ықпалы да Меркосур және Еуразиялық экономикалық одақ мүше мемлекеттері күрделі геосаяси ортада бейімделуге ұмтылып отырғандықтан, аймақтық интеграцияның қолданыстағы динамикасын одан әрі қиындата алатын маңызды сыртқы факторға айналды.
климаттың өзгеруін жеңілдету және жаңартылған энергияға көшудің өзектілігі қосымша жаһандық сын қатерлерді білдіреді. Алайда мүше мемлекеттер тар жеке мүдделерден шығып, ұжымдық мүдделерге бағытталған ортақ аймақтық көзқарасты дамыта алса, аймақаралық ынтымақтастық пен интеграцияның жаңа жылдарын құруға әлеуеті бар деп есептейміз. Жалпы менің баяндамам осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қиясбаевна баяндама аяқталды. PhD философия докторы дәрежесіне үміткерге қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз. Мөлдір Кезбаевна, көптен көп рахмет. Сондай нақты, маңызды баяндама жасадыңыз. Менде екі сұрағым бар. Біріншіден сұрайын деп едім, жаңағы әдістер жағынан. Енді түсінікті ғой, осындай форматта жазған жұмыстардың әдіснамасы сондай мықты болу керек. Айтыңызшы, сіз халықаралық қатынастар зерттеу барысында пайдаланатын әдістердің қандай әдістер нақты пайдаландыңыз, қай мәселе бойынша, және нәтижесі қандай болды? Түсінікті ма сұрақ? Екінші сұрақ. Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одаққа алсақ, солардың енді жұмысыңызда сіз толық көрсетіп, сіз тарихи тамырларды, енді тамырларын салыстырсақ та, оның нелері бар, айырмашылығы да. Негізінде, осы даму процесінде, соларны даму үдерісін былай салыстырып қарасақ, қандай жалпы жақтары бар, ұқсастығы, және қандай айырмашылықтары бар? Түсінікті ма сұрақ? Үшінші сұрақ. Мен сіздің жұмысыңызды толық қарағам, әсіресе жаңағы осы мәселені ғылыми деңгейде зерттелу мәселелерін, сұрақтарын. Сіз қалай ойлайсыз? Осы жұмысты жазып жатқанда, қандай тағы болашақта осы тақырыптың қандай аспектілерін зерттеу қажеттілік? Қандай мәселелер бір ауыздан, ғалымдардың арасында бір ауыздан бағаланбады, немесе мүмкін олардың арасында пікірталас болды. Сондай нелер кездесті ма? Рахмет. Заможетовна, сұрақтарыңыз? Мөлдір Қиясбаевнаның таңдап алған тақырыбы шынында да өте сондай қызығушылық тудырады. Өйткені Қазақстанда оңтүстік Америка елдері көп зерттелмеген бағыттардың бірі, сол жағынан қуантады. Біздің жастарымыз осындай бір жақсы, қызықты тақырыптарды зерттей бастағаны. Енді осы ретте мен айтқым келіп тұрғаны, оңтүстік Америка елдерінде көп қой, бірнеше интеграциялық бірлестіктер бар, ірілі ұсақты. Сіз неліктен Меркосурды таңдадыңыз, басқаларын таңдамай? Ол бірінші сұрақ. Екінші, сіздің тақырыбыңыз айтып тұрған мәселе, бұл интеграциялық үдерістердегі шектеулер мәселесі. Жаңа сіздің біздің Еуразиялық экономикалық одаққа байланысты айтағандарыңыз, сыртқы факторларды көп айттыңыз ғой, Ресей мен Украина арасына байланысты деп. Одан басқа шектейтін ішкі факторлар бар ма? Үлкен, ауқымды, мынандай жағдайлар осы интеграциялық бірлестіктің жұмысын жандандыруға кедергі келтіріп тұр, шектеп тұр дегендей. Нақты, соны айтсаңыз. Үшінші сұрағымды жаңа Гүлнара Мажитовна айтып кетті. Болашақта қай қырын көбірек зерттеген дұрыс деп ойлайсыз? Бұл шынында да біз үшін енді ашылған мемлекет құрлық болса да, зерттеу жағынан қазақстандық отандық ғалымдар арасында ашылмаған деп айтуға болады да, сол жағынан қай жағына көңіл бөлесіз? Интеграция мәселеден басқа. Толықтырып деген сөз ғой, Гүлнара Мажитовнаның сұрағы. Рахмет. Шынымен Мөлдірдің жұмысы міне көріп отырмыз, өте жан-жақты қарастырылып, зерттеліп жасалынған жұмыс екені көрініп тұр, өзінің баяндама жасағанында. Онан кейін Мөлдірдің әр нәрсені өзінің атымен атап,
шындықты айтып жатқаны маған өте ұнап отыр. Өйткені қазіргі кезде енді өздеріңіз білесіздер, саяси жағдайға байланысты көп нәрсені біз өзінің атымен нақтылай алмаймыз. Сондықтан да осы жағынан өте көп қолдау тудырады. Мен өз басымды айтатын болсам, сосын жаңа міне әріптестеріміз біраз сұрақтар қойып кетті. Менің сұрағым сол сұрақтардың аясында енді осында интеграция туралы бір өзекті мәселе қарастырылып жатқаннан кейін, қазір біз орталық Азия аймағында барлық міне біздің жазғы мектепте осы мәселе көтеріліп жатыр. Жаңа біздегі интеграцияда 5 ел қалай интеграциялық жолға түсе алады, қалай интеграцияны жолға қоя алады. Мөлдір Қиясбаевна, осы өзіңіздің зерттеуіңіздің нәтижесінде орталық Азиядағы интеграцияны ілгерілетуге қандай сіз бір жаңағындай рекомендация беретін едіңіз, қандай бір нұсқаулар, осы міне Меркосурдың тәжірибесінен алайық, Еуразиялық экономикалық одақтың тәжірибесінен алып, осы біздің аймақтық интеграцияға соны пайдаланайық деген өзіңіздің бір ой қалыптасты ма? Рахмет. Рахмет, құрметті төрайым, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері. Болысбекова Мөлдір Қиясбаевнаның Меркосур және Еуразия экономикалық одақ интеграциялық үдерістер, шектеулер мен тәжірибедегі бастамалары атты диссертациясы халықаралық қатынастар саласындағы өзекті, жүйелі орындалған және толық аяқталған ғылыми зерттеу. Диссертациялық зерттеу Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одақ интеграциялық үдерістерінің өзекті және күрделі тақырыбына арналған. Зерттеу аймақтық интеграция ғылымының дамуына қосылған құнды үлес болып табылады. Автор екі интеграциялық бірлестікке салыстырмалы талдау жүргізеді. Бұл олардың қызметіндегі ұқсастықтары да, айырмашылықтары да анықтауға, сондай-ақ интеграцияның тиімділігіне әсер ететін негізгі факторды анықтауға мүмкіндік береді. Диссертация ғылыми зерттеу жұмыстарына қойылатын барлық талаптарға сәйкес орындалған. Жұмыстың пәнаралық қатынасы жұмыстың күшті тұстарына жатады. Автор талдаудың экономикалық, саяси, тарихи, мәдени және геостратегиялық аспектілерін шебер үйлестірген. Аймақтық интеграцияның әр түрлі теорияларын қолдану зерттеуді байыта түседі және Меркосур мен Еуразиялық одақтың ерекшеліктерін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Кіріспеде зерттеу тақырыбының өзектілігі, зерттелу деңгейі, зерттеудің негізі мақсаттары, міндеттері, нысаны мен пәні, теориялық және әдіснамалық негізі, теориялық және тәжірибелік маңызды, деректік базасы, ғылыми жаңалығы, сондай-ақ қорғауға және оларды апробациялауға шығарылған ережелері анықталған және көрсетілген. Диссертациялық жұмыста ғылыми теориялар мен тұжырымдамаларға негізделіп, әдістерді қолдана отырып, кеңінен шолу және талдау жасалған. Бұл мақсатпен міндеттерді шешуге ғылыми ақпаратты қамтамасыз етеді. Зерттеу жұмысында ақпараттарды алуда нормативтік актілер, ғылыми еңбектілер, ресми сайттар қолданылған. Осы бағытты кеңінен зерттеуге Еуропалық одақ және Меркосур шеңберіндегі интеграциялық үдерістерді зерттеудің тұжырымдамалық бағыттарын анықтауға, интеграциялық үдерістердің тенденциялары мен үлгілеріне, интеграциялық құрылымдарының институционалдық ерекшеліктеріне салыстырмалы таңдауда ИАО және Меркосур шеңберіндегі экономикалық өзара тәуелділікті бағалауға, ұйымшылық саяси
теңгеместіктерді зерттеуге, интеграциялық құрылымдарында аймақтық тұтастық пен көшбасшылық мәселелерін анықтауға, сондай-ақ интеграцияның кедергілері мен перспективаларына салыстырмалы бағалау жүргізілген. Зерттеу жұмысының бірінші тарауында аймақтық интеграцияның негізгі концепциялары жан-жақты қарастырылған. Оның ішінде оның мәні мен қазіргі әлемдік тәртіптегі ролінің анықтамасы берілген. Неофункционализм, үкіметаралық ынтымақтастық теориясы және интеграциялық процестерінің механизмдері мен заңдылықтарының түсіндіретін аймақшылдықтың және формаларының сияқты негізгі теориялық тәсілдері зерттеледі. Интеграцияның табыстарына әсер ететін негізгі факторлар, соның ішінде экономикалық даму, саяси тұрақтылық, мәдени ортақтылық және жаһандық ойыншыларының сыртқы әсері қарастырылды. Қатысушы елдегі ішкі жағдайлары да, олардың сыртқы ортамен өзара әрекеттесуінің және ескеруге мүмкіндік беретін көп деңгейлі талдауының маңыздылығы атап өтіледі. Бұл Оңтүстік Америка мен Еуразия аймақтарының интеграциялық үдерістерінің бірегей ерекшеліктерін анықтауға көмектеседі. ИАЭО және Меркосур интеграциялық құрылымшыларының салыстырмалы таңдауы саяси және экономикалық өлшем тарауында Еуразияның экономикалық одақ және Оңтүстік Америка ортақ нарығы қызметтерінің негізгі аспектілері, оның ішінде олардың тарихи негізі, құру мақсаттары және ұйымдық құрылымдарының қарастырылады. Ортақ нарық, кедендік одақ пен еркін сауданың құру сияқты интеграциялық механизмдер, олардың экономикалық және саяси мақсаттарға жетудегі тиімділігі талданады. Салыстыру, сауданы ырықтандыру және инвестициялау сияқты экономикалық ынтымақтастыққа көзқарасындағы ұқсастықтары да экономикалық даму деңгейіне, саяси ерік, жігер мен институционалдық жетілуге негізделген айырмашылықтары да қамтылады. Еуроодақ пен Меркосур интеграциялық құрылымдарының даму жолдары, әлеуетті мен шектеулері тарауында ынтымақтастықтың негізгі бағыттары, интеграцияның тиімділігіне әсер ететін ішкі және сыртқы факторлар талданады. Сыртқы сан қатерлерге, соның ішінде жаһанданудың ықпалына, сауда қақтығыстарына, санкцияның қысымға үлкен көңіл бөлінеді. Аймақтық бірегейлікті нығайтумен, халықаралық аренадағы саяси салмақтың өсуімен және экономикалық теңгерісіміздікті еңгеру мүмкіндігімен байланысты интеграцияның әлеуетті де зерттеледі. Саяси мақсаттардың бірлігінің болмауы, қатысушы елдердің экономикалық құрылымдағы айырмашылықтар, сондай-ақ ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлауды қиындататын халықаралық жағдайдың тұрақсыздығы сияқты мәселелер қарастырылды. Қорытынды бөлімде зерттеудің қорытынды нәтижелері тұжырымдалады. Аймақтық интеграциялық процестер жан-жақты түсіндіріледі. Сондай-ақ аймақтарды салыстыру негіздері мен ерекшеліктері анықталады. Жоғарыдағы айтылғандарды ескере отырып, Мөлдір Болысбекованың диссертациялық зерттеу өзекті және оның дамуын белгілі бір ғылымы қызығушылыққа, теориялық маңыздылыққа және маңызды қолданбалы мәнге ие деп айтуға болады. Мөлдір Қиясбаевна Болысбекованың Меркосур және ИАЭО интеграциялық үдерістер, шектеулері мен тәжірибедегі бастамалары диссертациясын аяқталған дербес ғылыми зерттеу және қойылатын талаптарға толық сәйкес келеді. Ал оның авторы 6D02 02-02-00 халықаралық қатынастар мамандығы бойынша философия докторы ғылыми дәрежесіне сәйкес қорғауға жіберілуге лайық деп санаймын. Жоқ, Паулы жоқ. Бұл
Жоқ, бұл Рамакрушна Прадан. The dissertation work of Mölder Bolspekova entitled Mercosur and Eurasian Economic Union Integration Processes, Limitation and Initiatives in Practice is a relevant, systematically implemented and fully completed scientific study in the field of international relations. This study delves into one of the most dynamic and complex areas of international relations and global economics, regional integration. The research not only holds significant academic merit, but also offers practical insights into the evolving interplay between two major integration blocs, the Southern Common Market and the Eurasian Economic Union. The topics of this dissertation is highly relevant to the current geopolitical and economic landscape. In an increasingly globalized world, regional integration processes play a critical role in shaping trade politics, economic development, and political alliances. Mercosur and the Eurasian Economic Union represent two distinct models of regional integration, each with its own historical, political, and economic context. Examining the comparative dynamics, limitations, and potential synergies between these two blocs addresses a critical gap in existing literature. As global power dynamics shift, the relationship between regional blocs, such as this influence international trade patterns, energy policies, and multilateral diplomacy. This study is particularly timely given to the rise of protectionist trends, the challenges of multilateralism, and the need for deeper interregional cooperation to address global crises such as climate change, security, and economic instability. By this dissertation provides a pragmatic lens through which policymakers and scholars can better understand these processes. The dissertation stands out for its comprehensive approach, combining theoretical insights with practical analysis. Several key advantages of the work merits particular mention. The study employs a robust comparative framework to analyze the structure, institutional, and political dynamics of Mercosur and the Eurasian Economic Union. This methodological rigor allows the author to draw meaningful parallels and distinctions between the two blocs, providing a nuanced understanding of their integration process. The study does not shy away from addressing the challenges and limitations of integration, such as political fragmentation, economic asymmetries, and institutional weaknesses. At the same time, it identifies concrete opportunities for advanced cooperation, making the work both realistic and forward-looking. It had been a rewarding experience to serve as a foreign scientific advisor on the project. The doctoral candidate demonstrated exceptional dedication, intellectual curiosity, and analytical rigor throughout the research process. The candidate approached this complex topic with a strong sense of purpose and a clear vision, consistently displaying a capacity for independent and critical thinking. Our discussions were intellectually stimulating and productive, often leading to new insights and perspectives on the topic. The candidate's ability to synthesize diverse sources of information and articulate complex ideas with clarity and precision was particularly impressive. Moreover, the candidate showed a commendable commitment to academic excellence, regularly seeking feedback and incorporating suggestions to enhance the quality of the work. In conclusion, this dissertation, Mercosur and the Eurasian Economic Union integration processes, limitations, and initiatives in practice as a significant contribution to the field of the international relations and regional integration of studies. It addresses a timely and important topic with analytical rigor, empirical depth, than practical relevance. The work not only advances academic understanding of Mercosur and the EAEU, but also offers valuable insights for policymakers and practitioners involved in regional and inter-regional cooperation. I am confident that this dissertation meets the high standards
required for the degree of Doctor of Philosophy and strongly recommended for approval. The doctoral candidate's work demonstrates scholarly excellence, originality, and a deep commitment to advancing knowledge in the critical area. Foreign Scientific Advisor, Doctor of Philosophy, Professor of National University La Plata, Paolo Botta. Am I supposed to speak or what? No, according to the procedure, you will have time to speak after the dissertant will answer the questions. Okay, great, wonderful. In case if you do have a question, you can post it right now. And so the PhD scholar will answer, candidate will answer. Yeah, I don't have any question. She has presented wonderfully well. I have some points to make. Құрметті төраға, құрметті комиссия мүшелері, құрметті оқытушылар, сұрақтарға жауап беруге рұқсат етіңіздер. Бірінші сұрақтар тізімі Гүлнар Мажитовнадан қойылған болатын. Гүлнар Мажитовнаның бірінші сұрағы, сіздің сұрағыңыз, Гүлнар Мажитовна, сұрақтарыңызға біріншіден алғысымды білдіремін. Өте ойлануға тұрарлық сұрақтар. Бірінші сұрақ, қандай әдістер қолдан, сол бір әдісті айтып берсең деген сияқты, бір әдісті қалай қолдандың жұмыста, соны түсіндірсең деген сұрақ болатын. Гүлнар Мажитовна, сол бір негізі менің жұмысым сол бір әдіске сүйеніп жазылды деп айта аламын. Бір қомақты әдіс, ол мысалы жүйелік талдау әдісі дейміз ба, жоқ көп факторлы салыстыру әдісі дейміз ба. Бұл жерде қалай қолдандық, жүйелік талдауға негізделе отырып, интеграция теорияларының бір қатар өлшемдерін анықтап алдық. Мысалы, ол өлшемдерге екі ұйымда да салыстыруға келетін бір қатар өлшемдер. Мысалы, неофункционализмді алатын болсақ, теориясын онда экономикалық бағытта салыстыруға. Либералды үкіметаралық теорияны алатын болсақ, онда саяси саланы салыстыруға. Конструктивизм ол мәдени тарихи саланы салыстыруға. Осы өлшемдерді пайдалана отырып, екі ұйымда да ұқсастықтарын, кемшіліктерін қандай деңгейге жетті деген сияқты осындай деңгейлік әдіс қолданылды деп айта аламын, бір мысал ретінде. Екінші сұрағыңызға өтетін болсам, Гүлнар Мажитовна, қандай ұқсастықтары, айырмашылықтары бар Еуразиялық экономикалық одақ пен Меркосурдың деген сұрақ болатын. Әрине, бірденен мен таңғалдырғаны, екеуі екі бөлек аймақта орналасса да, қандай жағынан алмасақ та өте ұқсас ұйымдар болып табылады. Bir қарағанда әртүрлі көрінгенімен, ол мысалы экономикалық асимметрия деңгейін алатын болсақ та, екі ұйымда да тым алып гегемон елдер бар. Ол мысалы Меркосурда ол Бразилия болса, Еуразиялық экономикалық одақта әрине ол Ресей. Экономикаларының энергетикалық бағытқа бағытталуы, тек қана пайдалы қазбаларды шығаруға, яғни commodity деп айтамыз, тек қана соған бағытталуы, яғни бұл жағынан да өте ұқсас келеді. Екі ұйымда энергетика пайдалы қазбаларға негізделген ұйымдар болып мүше мемлекеттер құрайды.
Мысалы мәдени тарихи жағынан келсек те ұқсастықтарды табуға болады. Мәдени тарихи жағынан екі ұйымда да ортақ тіл бар. Мысалы ортақ тілді пайдаланады. Иә, мүмкін Меркосурда Бразилияның португал тілін алып тастай алмаймыз. Бразилия үлкен халықты құрайтын мемлекет, бірақ сонда да португал тілі мен испан тілінің де өте көп ұқсастықтары бар екені айтылады осы жерде. Екі елде осы мәдени тарихи бағытты өздерінің интеграциялық ұйымдарын дамытуда өте терең пайдаланды деп айта алады. Тағы бір ұқсастықтары ретінде айта аламын. Жалпы осы сұрақтарда айырмашылықтары, әрине айырмашылықтары бар. Айырмашылықтардың бір айырмашылық ретінде айтып өтетінім, бұл екі интеграциялық ұйымның ұйымдастырылу жағы, рәсімделуі. Мысалы, бізде Еуразиялық экономикалық одақта, біздің Қазақстан мүше болып табылатын Еуразиялық экономикалық одақта бәрібірде мынау Кеңес одағынан қалған мемлекеттік аппаратқа көп көңіл бөлінген. Мысалы, айтатын болсақ, Меркосурдың штатында дәл осындай ұйым, хатшылығында 50-60 адам мысалы жұмыс жасайтын болса тіркелген, ал біздің ЕК, Еуразиялық экономикалық комиссияда мысалы 2000-нан астам адам, мысалы жұмысшылар осындай қызметтерді атқарады. Сондай бір ерекшеліктерді қарастыруға болады. Бізде бәрібір Еуразиялық экономикалық сондай ұйымдастырушылық жағынан Меркосур тиімдірек жақтарды іздейтін сияқты. Бір плюсын деп айта аламыз ба бұл жерде? Қызықты болып көрінді сол жағы. Ал жалпы екеуі де өте ұқсас ұйымдар деп айта аламын. Үшінші сұрағыңыз, болашақта қандай аспектілерді зерттеуге болады? Пікірталас тудыратын мәселе деп қойдыңыз. Жалпы маған осы ұнағаны, осы ұйымдардағы екеуі де жалпы мысалы Еуропалық одақтың моделін алатын болсақ, әрдайым ғалымдар зерттегенде Еуропалық одақ сияқты болатын деген екінші модельді іздеуге тырысады. Сондай модельді табуға тырысады. Неге осы ұйым, неге осы аймақ Еуропалық одақ емес деген сияқты сұраққа жауап береді. Ал бұл екі ұйымды қарасақ та қателіктерге назар аудара отырып, көптеген қызықты тақырыптарды табуға болады. Мысалы, соның ішінде президентализм көзқарасы. Яғни интеграциялық ұйымдарда нарық емес, сөйлеуші фактор, бұл шешуші фактор, бұл мемлекет басшыларының шешімдері, яғни элиталардың шешімдері, солардың мүдделеріне бағытталған, солардың шешім қабылдау үдерісіне бағытталған ұйымдар. Осы бір тұс маған өте қызықты болып көрінді. Маламут деген автордың көтерген мәселесі бізге де өте ұқсас сияқты көрінеді. Келесі сұрақтарға көшетін болсам, Гүлнар Мұратбековна, сіздің сұрақтарыңызға неге Меркосур деген осы өте біз толғандырады осы сұрақмен, неге Меркосур дегенде. Сонда біз басында біз Еуразиялық экономикалық одақты алған болатынбыз тақырып ретінде, және Еуразиялық экономикалық одақты жаңа айтып кеткенде көбінде Еуропалық одақпен салыстырады, екінші модель деген сияқты. Ал біз іздеп қарап көрдік, басқа аймақтарда бар ма осы ұйымға ұқсас ұйымдар? Сонда Меркосурды ұқсас деп таптық. Және де Меркосур Латын Америкасы аймағындағы ең осы интеграцияның деңгейінің жоғарғы деңгейіне жеткен жалғыз ұйым деп атауға болады. Латын Америкасы аймағында басқа да ұйымдар өте көп, өте бұл жағынан беделді аймақ, бірақ осы интеграциялық деңгейде, осы Еуразиялық экономикалық одаққа ұқсас, сол деңгейге жеткен, ортақ нарық деңгейіне жеткен ұйым ретінде тек қана Меркосурды атауға болады, көшбасшы ұйым ретінде алуға болады Латын Америкасы аймағында. Сол үшін бізге қызықты болды, және салыстыруға көптеген салаларын біз таба алдық деп есептейміз. Екінші сұрағыңызда кедергі келтіретін ауқымды факторларды атау деген болатын сұрағыңыз. Екінші сұрағыңыз, бұл әрине ең бірінші, мен соны көп талқыладым, айттым, ұйымның мүше елдерінің теңгерімсіздігі, саяси экономикалық асимметрия. Тым үлкен мемлекеттердің болуы нәтижесінде олар осы елдердің мүдделері бәрібір кіші мемлекеттерге қарағанда
шешуші болып табылады. Және сол ұйымның да болашағы сол гегемон елдердің шешіміне тікелей байланысты болып табылады. Мысалы, Бразилияның мысалында айта аламыз, Меркосурдың мысалында айта аламыз. Кезінде 90-шы жылдары Меркосур құрылған кезде Бразилияға Меркосур өте қажет болды. Өзінің аймақтық гегемон ретінде, аймақтық көшбасшы ретінде көрсету үшін Бразилия Меркосурды алға тартты. Мысалы, қызықтырды оны Меркосур. Ал Бразилия сол аймақтық держава дәрежесіне жеткеннен кейін, ары қарай Меркосурдан бөлек, мысалы, УНАСУР деген сияқты басқа да ұйымдарды құру арқылы уже басқа мүдделерін қарастыратын болды. Сондықтан да осы күш балансы керек интеграциялық ұйымдарда, осы ірі елдердің мүдделерімен сәйкестендіре алатын деген сияқты. Тағы да сұрақтарға қарай көшсем, келесі сұрақ. Жаңа Матбекова, сіздің сұрағыңыз болатын. Орталық Азияны интеграцияны ілгерілетуге қандай ұсыныстар беруге болады деген сұрақ. Сонда мен бірденен келгенім, біздің жалпы осы жұмыста да айттыңыз, өзіңіз де айттыңыз, біз қалай істемеу керек деген сұраққа көп жауап тапқан сияқтымыз. Меркосур мен Еуразиялық экономикалық одақты зерттеу арқылы. Ал қандай қателіктерді жібермеу керек дегенде. Және интеграция әрине жұмыс жасау үшін ол жоғарыдан төменге емес, төменнен жоғарыға жұмыс солай басталу керек. Bottom up дейміз, мысалы, бір сала интеграцияланып бастаса, немесе бір шекара интеграцияланып басталса, сол жерде бір қандай да бір жаңағы активности дейміз, қандай да бір салалар дамып бастаса, егер сол аймаққа, сол мемлекеттерге пайдасы болатын болса, сол кезде интеграция дамып арғарай болашағы бар болады. Ал бұл мысалдарда, мысалы, интеграция жоғардан төменге қарай, яғни шешімдер жоғарыда қабылданады және жүзеге асырылуға жіберіледі деген сияқты. Бұл интеграцияның дамуына алып келеді деген үлкен сұрақ тудырады бұндай шешімдер. Сондықтан интеграция тек қана халықтың сұранысы бар жерде, сол жерде ғана интеграция дамып бастайды деген осындай. Орталық Азия елдеріне де сол шекара аймақтарды мүмкін дамытып бастап, содан кейін ғана басқа саяси интеграциялар туралы ойлау керек па деген осындай сұрақ қызық сияқты. Рахмет сіздердің сұрақтарыңызға. Сөз ресми резидентке Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекет басқару академиясы дипломатия институтының профессоры, философия докторы PhD, қауымдастырылған профессор Шеризданова Камила Галимовнаға беріледі. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, позвольте озвучить отзыв на диссертационную работу Булызбековой Мольдерки Азбаевны «Интеграционные процессы в Меркосур и ЕАЭС. Ограничения инициативы на практике», представленную на соискание степени доктора философии PhD по специальности 6D020200 «Международные отношения». Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена рядом факторов. На современном этапе развития международных отношений региональное интеграционное объединение оказывает прямое влияние на глобальные геополитические и экономические изменения. Меркосур и ЕАЭС являются яркими примерами интеграции на разных континентах. И их направление развития, внутренней политика, экономические особенности стран-участниц, реакция на внешние факторы обладают сходствами, так и уникальными чертами. Для Казахстана сравнение этих двух объединений помогает лучше понять альтернативные модели интеграции
и пересмотреть приоритеты в собственной региональной политике. В Казахстане интеграционные процессы и в Латинской Америке остаются слабо изученными. Сравнительный анализ способствует совершенствованию стратегии внешней политики страны. Работа является одним из первых шагов к сравнительному изучению интеграционных структур в двух различных регионах – Евразийском экономическом союзе и общем рынке Южной Америки. Новизна исследования прежде всего заключается в систематизации нормативно-правовых документов, касающихся институционализации интеграционного сотрудничества в рамках этих двух организаций и их введении в научный оборот впервые. В результате сравнительного анализа появляется возможность определить альтернативные модели интеграции, что способствует диверсификации внешнеэкономической и внешнеполитической стратегии Казахстана. Проведенное исследование открывает путь к оценке конкурентоспособности Казахстана с точки зрения его участия в региональных и глобальных процессах, а также к уточнению повестки дня, направленной на защиту национальных интересов в рамках ЕАЭС. В работе также рассматривается влияние крупных держав, таких как Россия и США, на интеграционные инициативы, что играет важную роль в формировании будущих интеграционных стратегий Казахстана. Соискатель в своей работе сформулировала 8 принципов, которые полностью доказаны в ходе теоретического, методологического и прикладного исследования. Прикладной уровень диссертационной работы предлагает новое научное направление по предмету исследования, может служить теоретической основой для будущих исследований, обладает широкой сферой применения. Результаты диссертации получены с использованием современных методов научного исследования и методик обработки данных. Использованы системный анализ, структурно-функциональный анализ, сравнительный подход, уровневый подход к управлению, качественный контент-анализ, метод свод-анализа. Также был проведен качественный контент-анализ нормативно-правовой базы с опорой на официальные документы и статистические данные, относящиеся к ЕАЭС и Меркосур. Теоретическая значимость исследования заключается в разработке межрегионального сравнительного подхода к анализу интеграционных процессов в рамках Меркосур и ЕАЭС. Работа способствует углублению научного понимания факторов, влияющих на устойчивость и эффективность регионального сотрудничества в различных политико-экономических контекстах. Материалы и выводы исследования могут быть использованы дипломатическими ведомствами, государственными органами Республики Казахстан в качестве рекомендаций при разработке внешней политики. В качестве замечаний было бы полезно представить дополнительные статистические данные или информацию в графическом виде, что повысило бы наглядность и аргументированность исследования. Диссертационная работа соискателя Болысбековой Мольдыр Киязбаевны на тему «Интеграционные процессы Меркосур и ЕАЭС. Ограничения инициативы в практике», представлена на соискание степени доктора философии PhD по специальности 6D0202 00 международные отношения, является полноценным научным исследованием, обладает достаточным научно-теоретическим уровнем и обоснованной источниковой базой. Докторант Болысбекова Мольдыр Киязбаевна заслуживает присуждения степени доктора философии PhD по специальности 6D020200 международные отношения. Камила Галимовна, рахмет. Сөз екінші ресми рецензентке Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің халықаралық қатынастар кафедрасының доценті, қауымдастырылған профессор, философия доктор, PhD Шұқыжанова Айым Нұртасовнаға беріледі. Қайырлы күн, құрметті кеңес төрағасы, кеңес мүшелері, құрметті профессорлар, сіздермен Болысбекова Мөлдір Қиясбайқызының диссертациясын талқылауына қатысқаныма өте қуаныштымын. Ресми рецензент ретінде пікірімді оқуға рұқсат етіңіздер. Бұл диссертациялық жұмыс ғылымның даму бағыттарына және мемлекеттік бағдарламаларға сәйкес келеді. Диссертацияның тақырыбы өте өзекті, жұмыс ғылымға елеулі үлес қосады. Зерттеу тақырыбы өзінің кең ауқымдылығымен және ғылыми маңыздылығымен ерекшеленіп, қазіргі кезеңде зерделеуді қажет ететін өзекті бағыттардың бірі. Зерттеу жұмысының өз бетінше жазылу деңгейі жоғары, докторант диссертация барысында тақырыптың күрделілігі мен өзектілігін толық түсінгенін көрсетіп, ғылыми дербестік таныта білген. Диссертациялық жұмыстың мазмұны оның тақырыбымен толық сәйкес келеді. Диссертациялық жұмыстың тақырыбына сай мақсаттары нақты айқындалған және сол мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған міндеттер толыққанды белгіленген.
әрбір міндет нақты, қисынды қойылған және интеграциялық үдерістерді жан-жақты зерделеуге бағытталған. Тараулардың мазмұны олар өзара логикалық тұрғыда байланысты, әрі тақырыпты жан-жақты ашуға бағытталған. Диссертациялық жұмыста сыни талдау бар. Интеграциялық үдерістерді талдау қағидаттары диссертацияда ұсынылған, олар іргелі және күрделі теорияларға сыни талдау жасауға негізделген және де жақсы дәлелденген. Нәтижелер мен ғылыми нәтижелер диссертацияның қорытындылары техникалық, технологиялық, экономикалық және басқара шешімдері жартылай жаңа және негізделген болып табылады. Және де егер де қорғауға шығарылатын қағидаттарға келетін болсақ, бірінші қағидат дәлелденген. Автор теориялар мен концепцияларға талдау жасау арқылы Латын Америкасы мен Еуразиядағы интеграциялық үдерістердің ерекшеліктерін нақты түсіндіретін теорияларды анықтаған. Екінші қағидатта дәлелденген интеграциялық үдерістерді зерттеудің баламалы тәсілдері мен түсініктемелерін зерттей келе кешенді тәсіл, посткеңестік, кеңістік және Оңтүстік Америкадағы интеграциялық ұйымдардың ерекшеліктерін жақсы түсінуге мүмкіндік беретіндігін дәлелдеген. Үшінші қағидада дәлелденген екі ұйымның ресми құжаттарын зерттей келе Евразиялық экономикалық одақ функцияларын толық жүзеге асырмай отырғандығын және Меркосур толыққанды ортақ нарық мәртебесінен алшақ қалып отырғандығын анықтаған. Төртінші қағидатта дәлелденген мысалы тауарлар, қызметтер, еңбек және капитал нарықтарындағы Еуразиялық экономикалық одақ пен Меркосур интеграциясының жағдайы, одаққа мүше мемлекеттердің аймақтан тыс және аймақішілік саудасының көрсеткіштеріне талдау жасау арқылы екі ұйым экономикалық одақтар ретінде құралғанына қарамастан мүше мемлекеттер арасындағы жоғары экономикалық өзара тәуелділікке қол жеткізбегендігін дәлелдеген. Бесінші қағидада дәлелденген ол Еуразиялық экономикалық одақ және Меркосурдың құрылуы, дамуы, қазіргі жағдайына жан-жақты шолу арқылы одақтар шеңберіндегі аймақтық интеграцияның тұрақты дамуына кедергі келтіретін факторларды анықтаған. Алтыншы қағидада дәлелденген Меркосурдың экономикалық дамуына әсер ететін факторлар мен Маламут, Кастро, Гратиус еңбектерін зерттей отырып, автор одақтың интеграциялық дамуы, аймақтық тұтастықтың, Бразилияның гегемон ел ретіндегі рөлінің және интеграциялық үдерістерді құруға және ілгерілетуге белсенді қатысатын саяси элиталардың мүдделерінің бірлескен әсерімен анықталатындығын дәлелдеген. Жетінші қағида Матлидің отандық және шетелдік зерттеушілердің еңбектерін одақтың экономикалық көрсеткіштері мен дамуын қарастыра отырып дәлелденген. Соңғы қағиданы автор Меркосур және Евразиялық экономикалық одақ аясындағы интеграциялық үдерістерге салыстырмалы свод талдау жасау арқылы дәлелдеген және онда бұл жобалардың даму деңгейіне басқару құрылымдары, мемлекетаралық қатынастардың сипаты, сыртқы экономикалық қысым, саяси тұрақсыздық, экономикалық теңсіздік пен геосаяси жағдай сияқты ішкі және сыртқы факторлардың шешуші ықпал ететіні көрсетілген. Барлық қағидаттар тривиалды емес, жаңа, қолдану деңгейлері кең және де мақалалармен дәлелденген. Әдістеменің таңдауына келетін болсақ, таңдалған әдістеме негізделген, дәлелденген және жеткілікті дәрежеде қамтылған. Зерттеу нәтижелері заманауи ғылыми талдау әдістерін, сондай-ақ деректерді өңдеу әдістемелерін қолдану арқылы алынған. Теориялық қорытындылар, модельдер анықталған, өзара байланыстар мен заңдылықтар интеграциялық үдерістерді салыстырмалы талдау нәтижесінде дәлелденіп, тәжірибе жүзінде расталған. Маңызды мәлімдемелер өзекті сенімді ғылыми әдебиеттерге сілтемелермен расталған және де жұмыс теориялық және практикалық маңызға ие, пайдаланылған әдебиеттер тізімі әдеби шолуға жеткілікті. Практикалық ұсыныстары жартылай жаңа болып табылады. Академиялық жазу дәрежесі өте жоғары. Диссертациялық ескертулерге келетін болсақ, диссертацияда жекелеген стильдік қателер мен синтаксистік ауытқулар кездеседі. Сөйлем құрылымдары күрделеніп кеткен жерлерде ойдың мазмұнын түсінуге қиындық туғызуы мүмкін.
Мысалы 60 беттегі экономикалық көрсеткіштердегі айырмашылықтар деп аталатын бөлімшедегі Евразиялық экономикалық одақ жағдайында мемлекеттің ыдырауымен бұрынғы өндірістік тізбектер үзілді. Кіші республикаларда өндірістің шағын бөліктеріне ғана жауапты кәсіпорындар қалды деген сөйлемде кеңес одағының ыдырағандығын нақты көрсету керек, және де осы сөйлемдегі кіші республикаларды посткеңестік республикалар немесе шағын бұрынғы кеңестік республикалар деп түзетулер енгізілсе, бөлімшенің мазмұнын ашуға көмектесер еді. Алайда бұл ұсыныстар мен ескертулер диссертациялық зерттеудің жалпы сипатына және ғылыми құндылығына нұқсан келтірмейді, жұмыстың мазмұны мен құндылығын төмендетпейді. Қорытындылай келе, диссертациялық жұмыс білікті, дербес, толыққанды аяқталған ғылыми зерттеу және ғылыми дәрежелер беру ережелерінің талаптарына толық сай келеді. Ізденуші Болысбекова Мөлдір Қиясбайқызы 6-02-02-00 халықаралық қатынастар мамандығы бойынша философия докторы дәрежесін алуға лайықты деп санаймын. Көп рахмет. Айым Нұртасыны, сізге көп рахмет. Ресми талқылау аяқталды. Ресми рецензенттер ізденушінің диссертациялық жұмысына 10 пікір білдірді. Енді жалпы пікірталас кезіне көшеміз. Диссертациялық кеңестің барлық мүшелері кезекпен сөз айтып, ізденушінің диссертациялық зерттеуіне және сөз сөйлеуіне қатысты өз бағаларын, ғылыми дәрежеге үміткерге арналған сұрақтар мен ұсыныстарын, өз ұстанымдарын қысқаша баяндап, және диссертациялық зерттеу мен баяндама тақырыбы бойынша нақты сұрақтар мен ұсыныстарын білдіреуді ұсынамын. Әр қатысушыға 2 минуттан. May I speak now? Yes. Yes, you may Am I audible? ask your question. Yes. I don't have any question, but I have certain points to make here. The first thing is that any research that we do has to be logical and it has to be unique as well. And I find both these parameters in this research. It is logical in the sense it is relevant given the current geopolitical scenario in the world. And of course, it is innovative because hardly people connect Mercosur with EAU. This, Mercosur coming from South America is largely a southern market union, which is to do with, particularly finance and market, whereas EAU is an Eurasian Economic Union, which has to do with the trade activities. And these two organizations, when they connect with each other, there are so many, takeaways to learn from each other. And having said this, I will take you back to the ages of globalization. What amazes me is the age we live in, although we call it globalized, but it is only under this age we have mushrooming of regional organizations. If you see, regionalism has been cemented like anything, only with globalization coming onto the global stage, and with regionalism taking itself heavily, what we have seen, mushrooming of regional organizations, whether in terms of economic organization, whether in terms of cultural organizations, or even military organizations. But since we are living in the age of economy, the economic organizations that are coming up in different regions, particularly if you look at EAU and Mercosur, they have immensely contributed to the regional solidarity, regional well-being, regional development, and at the same time a kind of regional integration. Since Mercosur is facilitating marketing and trade-related activities in South America, and EAU is facilitating the trade-related methods in entire Eurasia, including Central Asia, what comes to my mind that as Brazil is playing a leading role there,
Here, Russia and Kazakhstan both can take the lead role in EAU. And what I believe, given the geopolitical situation of Kazakhstan and the economic development it has, it can certainly play a leading role in the EAU apart from Russia. And that's the reason why I'm telling you that this research is very, very relevant. Many times we think that how come a South American organization will have to do with Central Asian or Eurasian organization like EAU. But when you look at the dynamics that operates, that allows these two organizations to operate, I strongly believe both Mercosur has to learn from EAU and EAU has to learn from Mercosur. And if these two organizations, given their functional abilities, can integrate with each other, they will definitely take Eurasia, closer to South America, and can also bring South America closer to Eurasia. So, as an international observer, I believe this research is unique and significantly contributes to the domain knowledge. Therefore, I strongly recommend this research to be, accepted. And as we do in our university as a practice, as an observer, I strongly believe the research significantly contributes to the domain knowledge of the concerned school. Therefore, I congratulate the university and also the scholar for taking such unique piece of research. This is from my side. Thank you. Thank you, Ramakrishna Pradhan. So now, first of all, maybe we just discuss, and then Mulder, you answer questions and suggestions. Құрметті әріптестер, кеңес мүшелері, қонақтар, естіліп тұр ма? Біріншіден айтайын дегенім, осы бүгін біз баяндаманы да тыңдадық, кімнің Мөлдір Киязбаевнаның, оның алдында да жұмыспен таныстық толық форматымен. Мен айтайын деген, бұл логика бойынша дайындалған, дұрыс, былайша айтқанда кәсіби жолымен құрастырылып, дұрыс құрылымы, контент дейміз ғой, бар диссертация. Сосын қарап отырсақ, автор нақты өзінің зерттеген пәнін көрсетіп, сол нақты зерттеу, жаңағы пәнді зерттеу жолынан таймай, нақты сұрақтарды қойып, енді сұрақтар дегеніміз жаңа жоспарында тұр ғой, соған бәріне жауап берді. Бұл асықпай, баптап, осы бүгінгі күнге дейін енді қол жетімді жаңағы былайша айтқанда да құжаттарды, монографияларды, сосын бүгінгі жаңағы медиа, басқа нелерді пайдаланып, осылай оларды зерттеп, салыстырып, өзінің көзқарасын көрсетіп, осындай үлкен қомақты жұмысты өткізіп беріп отқан өзінше былайша қатқан продукт, ғылыми продукт. Екіншіден айтайын дегенім, рас мен келісемін, бізде әрине бүгін басқа елдерде біздерде жаңағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы еңбекте шығып жатыр, өзара қарым-қатынасы, өзара сауда, оған кірмейді мемлекеттермен қалай қарым-қатынас болып жатыр. Меркосур туралы да еңбектер бар, бірақ осындай форматта екеуін салыстырып, бұл мен ойлаймын бүгінгі енді былай пионерлік жұмыс дейді ғой, бұрын айтушы еді біздің академиктер, пионерская работа деп. Бірінші мен енді ондай ешқандай куәнім жоқ, осы біздің Қазақстанда бірінші еңбек болып тұрды есептеуге біздің құқымыз бар деп. Осындай форматта жұмыс жазған, ол өте енді қиынды. Мен басында айтып едім, бұл тақырып енді ешкім нетпеген қалай болады, бірақ осы бапта бірте жазып әкеліп отырсыз. Үшінші айтайын дегенім, қазақ тілінің, академиялық тілінің жоғары деңгейі. Жұмысты қараңызшы, тыңдағанда өздеріңіз тыңдадыңыз, жаңағы біздің енді нелеріміз, қазақ тіліндегі терминдер, сосын жаңағы нелерді құрастырғанда дәлел дегенде қалай осылай
Мен ойлаймын осылай жазу керек. Екіншіден айтайын дегенім, жана мен сұрағаным ол бекер емес, жана сұрадым ғой, осы зерттеп атқан ғалымдардың еңбектері қалай сондай, сіз қалай салыстырдыңыз, қандай дискуссия болды. Өте, былайша айтқанда, әр жұмысқа баға бергенде, былай айтқанда, әр авторды сыйлап, оның көзқарасы былай, менің көзқарасы мындай деп, былай, не деші еді, былай шағыстырмай, дұрыстап көрсеттіңіз. Енді қорытынды ретінде айтайын дегенім, әрине бұл жұмысты қолдау керек, өзіміз бұрыннан да көріп жүрміз ғой, жазып атқаны, докторантурада оқыды. Сосын мен ойлаймын, егер мүмкіндік болса, біз жаңа айттық қой, тағы қандай мәселелер бар, дамыты былай қарау керек деп. Осы жұмысты жалғастырсаңыз, немесе де осы бүгінгі форматпен монография шығару керек. Бұл біздің студенттерге керек. Мен бүгін бағанадан тыңдап отырмын, өте қуаныштымын. Біздің докторанттар осындай жұмыс дайындағаны, жаңағы Ақбота Ниязовнамен бірге. Енді бұл ғылыми жетекшісінің қандай үлес қосқан көріп отырмыз, зор үлесі. Сіз бірге бүгін екі адам осы жұмысты жазып, енді әрине шетелде неңіз бар, жетекші, консультант дейма бізде қазір, консультант, кеңесші. Сіз сондай зор үлес қостыңыз біздің саяси ғылымдарға. Рахмет. Уважаемые члены Десовета, уважаемый докторант, ну, во-первых, конечно, хотелось бы отметить работу в том отношении, что она основательная, достаточно продуманная. Всегда работы сравнительного формата сложные. Найти точки соприкосновения, сделать выводы, это не всегда всем удается. Но дело в том, что вот уже докторант, имея опыт преподавательской работы на кафедре, используя этот успешный опыт, смогла представить в работе все свои взгляды и выводы. Во-первых, очень сильная теоретическая часть. Именно теоретическая, теорико-методологическая часть – это лицо работы, показатель настолько докторант самостоятельный и насколько он может использовать теории. И здесь в работе четко представлены функционализм, конструктивисты, старые теории, новые теории, начиная с Дойче, Митрани и заканчивая последними теориями. Это очень успешный и удачный формат. И это представляет показатель ценности работы. Ну и, конечно же, положение, которые докторанту удалось вынести. Из этого сложного формата сравнительного анализа сделать положение – это тоже очень сложный момент. И докторанту в достаточной степени удалось все это представить. Я считаю, что работа на очень высокого уровня. Я хочу поддержать Гульнару Мажитовну в том отношении, что да, у нас нет работ по Латинской Америке, нет по Меркосур. Я думаю, что монография была бы очень таким достойным вкладом в нашу казахстанскую науку. Желаю дальнейших успехов докторанту и работе совету. Сырттан келдік, кішкене айтайық дейді ғой аша. Ең біріншіден рахмет айтқым келеді ғылыми жетекшісіне, өйткені ғылыми жетекші сондай өте тың тақырып беріп отыр бұл. Сондай екі жақсы тандем дейді ғой, докторант пен ғылыми жетекшінің арасында сондай бір өте қызықты біздің тарихнамамызда әлі кең көлемде қарастырылмаған, енді ғана зерттеліп жатқан тақырыпты осындай дәрежеге жеткізу, ол өте жақсы деп айтқым келеді. Қостаймын алдындағы әріптестерімнің айтқанын. Я, біз білеміз, Латын Америкасында бірнеше бірлестіктер бар екенін, бірақ соның ішінде бүгінгі
докторант Мөлдір Киясбаевна қорықпай батыл түрде салыстырмалы талдау жүргізіп отырғанына. Жалпы мен айтар едім, одан да күшті мықты батыл болушы еді. Неге Орталық Азия елдерінің өзара сондай бір бірлестігі жоқ да? Біз бір кездер бастадық та Еуразиялық экономикалық одаққа айналып кеттік қой. Мүмкін қазіргі кезеңде 5 Орталық Азия елдері өзара мүмкін интеграциялық бірлестікті бөлініп шығып, бізде де лидер мемлекеттер жоқ емес бар, көшбасшы мемлекеттер. Өйткені қазір әлем өзгеруде, сыртқы саясат өзгеруде, ішкі жағдайлар өзгеруде. Біз уже 30 жылдан артық уақыт өтті да, біз көріп жатырмыз Орталық Азия елдерінің деңгейлері қандай екендіктерін. Мүмкін болашақта осындай бір сіздердің енді диссертациялық кеңеске ұсыныс дейміз ба, сондай бір тақырыптарды алып шықсаңыздар, біздің мына отандық халықаралық қатынастарды зерттейтін жастар көбеюші еді, мамандар. Біріншіден, екіншіден, солардың барлығын оқу құралы, оқу әдістемелік нұсқау, монография ретінде жарық көрсететін болса, біз онда басқаларға мәжбүр болмаушы едік. Басқаларды көбірек қарамаушы едік. Бірақ енді халықаралық қатынастар өзінің аты айтып тұр ғой, ол пәнаралық байланыс болғандықтан біз міндетті түрде қарауға қараймыз, басшылыққа аламыз деген тәрізді. Міне осы ретте бүгінгі докторантканың мен айтушы едім, батыл жұмыстардың бірі, еркін сондай айтып жатқан тақырып. Маман білет өзінің тақырыбын, жаңағы әріптестерім айтқандай, сөйлеген сөзі, өзін өзі ұстауы, нақты толыққанды жауап беруі, яғни осы докторантура оқыған жылдары зерттеп жүрген тақырыбымен жақсы айналысқан маман екендігін міне қазір дәлелдеп тұр. Сондықтан мұндай жұмыстарды қолдау керек деп айтқым келеді. Мұратбековна, рахмет сізге. Сөйлейтіндер тағы да бар ма? Иә, Жанар Мұратбековна. Көп уақыт алмаймын. Мен жаңа Гүлзар Мұратбековна да айтты, Мөлдірдің потенциалын көріп отырмыз. Енді Еуразиялық экономикалық одақтың ертеңгі тағдыр қандай болады, оны бір Құдайдың өзі біледі. Енді осы жерде біздің барлығымыз осы Мөлдірді мына Орталық Азиялық аймақтағы интеграциялық мәселелерді зерттеуге қарай бағыттасақ, соны зертте деп осыны бүгін ұсыныс жасасақ, дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені Мөлдір өзінің осындай потенциалымен, теориялық дайындығы өзінің пісіп жетілгендігімен осы тақырыпты да ары қарай зерттеуге өзінің үлесін қосады деп ойлаймын. Рахмет. Енді Мөлдір Киясбаевна, енді сіз жауап беріңіз рецензенттерге, қазір ұсыныстарға. Құрметті диссертация төраға, құрметті диссертация кеңес мүшелері, құрметті ресми оппоненттер. Мынау барлық айтылған пікірлеріңізге жағы рахмет айта отырып, жауап беруге рұқсат етіңіздер. Мынау Камила Галимовна, сіздің сын пікіріңізде көбірек схема түрінде түрлерін пайдалану деген сияқты ескертулер айттыңыз. Сол ескертулеріңізді осы бұл жұмысты ары қарай жалғастыру барысында, монография жазу барысында есепке аламын деп айта аламын. Және де Айым Нұртасқызы, рахмет сіздің сын пікіріңізге. Сіздің де айтып өткен мысалы кіші мемлекеттер, жалпы халықаралық саясатта әлі ресми түрде енбеген термин қалай қолдандыңыз деген сияқты осындай ескертулеріңізді болашақта осы пысықтауға тырысамын. Рахмет үлкен, алғысымды білдіремін. And also, Professor
Ramakroshna Pradhan. Thank you so much for your feedback, for your comments, and you gave me very valuable comments that because in my report I mainly told about the minus sides, the deadlocks, yeah, the drawbacks of Mercosur and Eurasian Economic Union. But you mentioned one interesting fact that Mercosur, there is also maybe some plus sides, yeah, some positive sides that Eurasian Economic Union can gain from Mercosur. And this is for sure because Mercosur is older from Eurasian Economic Union for 10 years. Yeah, it started earlier in 1990s, and really from 1990s till 2000s, Mercosur was very fruitful, very developed integration organization, and Mercosur did a lot of good things, great things on integration, on the road of integration. But after 2000, it got a lot of problems, issues. So thank you for your comments, and I will take into account in my future research. I will take all these comments into account. So thank you so much for your. Тағы да сөз сөйлейтін деушілер бар ма? Сөз сөйлейтіндер жоқ. Я. Болысбекова Мөлдір Қиясбаеваның диссертациялық жұмысын талқылауы аяқталды. Енді құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, диссертация қорғау нәтижелері бойынша онлайн форматта жасыратын дауыс беру рәсіміне көшеміз. Иә.
Микрофон бәрін қостым, адамдарыңыз кіргізе беріңіз. Подождите, сейчас. Сейчас. Мөлдір ұсынамыз? Болды. Все. Қазір құпия онлайн дауыс беру нәтижелерін жариялау үшін сөз диссертациялық кеңестің ғылыми хатшысы Сәуле Каменовнаға беріледі. Я же Teams не подключена. Пока это ерунда. Да? Дорогие члены диссертационного совета, разрешите представить вам протокол голосования диссертационного совета. Баускековой Мольдер Киясбаевны. Код и наименование направления подготовки кадров 8D031 Алюмиток Глумдар. Код и наименование специальности 6D020200 международные отношения. Тема диссертации, здесь на русском дается, интеграционные процессы в Меркосур и ЕАЭС, ограничения и инициативы на практике. Дата и время заседания в 11:00, 18 июня. Язык защиты на казахском. Сейчас вам продемонстрирую. И, в общем, компьютер просчитал, что присудить степень, за предложение присудить степень доктора философии PhD или доктора по профилю проголосовали 9 человек. Итого 9 человек, в смысле направить диссертацию на доработку, отказать, это везде нули стоят у нас, вот сейчас продемонстрирует вам на экране. Итого компьютер посчитал такую сложную задачу, в общем 9 человек проголосовали за присуждение степени доктора философии PhD Баускековой Мольдер Киясбаевне. Все онлайн проголосовали, вы же, да, все проголосовали, и компьютер все просчитал. В общем, 9 человек. Нәтижесі бекітілді. Баускекова Мольдер Киясбаевна 8D031 әлеуметтік ғылымдар, 8D0302 халықаралық қатынастар, 6D02020 халықаралық қатынастар мамандықтары бойынша Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің диссертациялық кеңесі атынан сізді диссертациялық жұмысты сәтті қорғауыңызбен шын жүрекпен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, шығармашылық табыс пен кәсіби жетістіктер тілейміз. Болды сіздің жұмысыңыз, сонымен болды бүгін. Енді бізді диссертацияның кеңес, осы нелерінде қорытынды жобасын талқылау басталады. Болды. Так, қарадыңыз ба? Диссертациялық классификация белгілері. Так, қорытынды жобасын талқылау. Давайте проект заключения. Бар ма? В общем, нет, давайте за основу примем, да, за основу. Бәрі. Проголосовали? Я дауыс беріп. Болды. Енді диссертация классификациялық белгілері. Так, қайсыны алайық бірінші? 8D1. Қайсы? 8D1. Ну-ка, қараңызшы жақсылап. Тиісті ғылыми база құрылымына жаңа ірі жетістік ретінде бағаланатын теориялық бағалау салаға осы бірінші келеді. Так,
Енді 8 диссертация нәтижелерін жаңалық деңгейде. Нәтижелер жаңа, может быть, жаңа бірінші бұл. 8-2-1. 8-2-1. Так, 8 жоғары. Так, сосын 8-ден 8-4-2. Сосын 8-5. Халықаралық деңгейде ме? 5-2. 2. Арасындағы деңгей 2. Так, болды. Ұсынылған классификациялық белгілермен бірге қорытынды бекітуді ұсынамыз. Сондай-ақ диссертациялық кеңес келесі шешімді бекітілді. 6D02-0200 халықаралық қатынастар мамандығы бойынша философия докторы PhD дәрежесін алу үшін ұсынылған Болысбекова Мөлдір Қиясбаевнаның Меркосур және IAEO интеграциялық үдерістер шектеулері мен тәжірибедегі бастамалары тақырыбындағы диссертациясы ғылыми дәрежелер беру ережелеріне сәйкес келеді. Диссертация авторы Болысбекова Мөлдірге 6D02-0200 халықаралық қатынастар мамандығы бойынша философия докторы PhD ғылыми дәрежесі берілсін. Кім қолдайды, дауыс беріңізді сұраймыз. Қарсы болғандар бар ма? Иә, болды. Енді Мөлдір Қиясбаевна қорытынды сөз сөйлейді. Болды. 2-3 сөз. Құрметті төраға, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, құрметті оқытушылар, ең алдымен диссертациямды дайындау, көпшілікке ұсыну, қорғау және талқылау үдерісіне қатысқан барша жандарға шын жүректен алғысымды білдіруге рұқсат етіңіздер. Әсіресе диссертациялық кеңестің төрағасына, Ардақмоловна сізге, төраға орынбасарына, Гүлнар Мажитовна өзіңізге және ғылыми хатшысына Солика Менна сізге және Жанар Мұратбековна өзіңізге үлкен алғысымды білдіремін. Сонымен қатар кеңестің уақытша мүшелері ретінде сарапшы болған құрметті ғалымдарға Светлана Васильевна, Гүлнар Мұратбековна, Рамакрушна Пратхан мырзаға үлкен алғысымды білдіремін. Екіншіден, диссертациялық жұмысымның барлық кезеңдерінде қолдау көрсетіп, ғылыми жетекшілік жасаған Жолдасбекова Ақбота Ниязқызына шынайы алғыс пен терең ризашылығымды білдіремін. Сонымен қатар шетелдік ғылыми жетекшім Паула Ботта мырзаға да үлкен қолдау үшін, сарапшылық көзқарасы үшін үлкен алғысымды білдіремін. Үшіншіден, ресми оппоненттеріміз Камила Галимовнаға және Айым Нұртасовнаға объективті пікірлері мен жұмыстың маңызын тереңірек түсінуге көмектескен бағалы ұсыныстары, сонымен қатар диссертациямызға берген бағалары үшін үлкен алғыс білдіремін. Сондай-ақ қазіргі таңда Гүлсім Жұмабаевна бастаған халықаралық қатынастар кафедрасының ұжымына жұмысы мен ғылыми ізденістеріме көрсеткен ықыласы және көрсеткен ықыласы үшін үлкен алғысымды білдіремін. Сөзімді қорытындылай келе, бүгінгі күні осы залда қонақ ретінде, тыңдаушы ретінде және қолдаушы ретінде қатысып отырған баршаңызға шынайы ризашылығымды білдіремін. Үлкен рахмет. Болысбекова Мөлдір Қиясбаевнаның диссертациясын қорғау жөніндегі диссертациялық кеңестің отырысы жабық деп жарияланады. Видео. Остановить запись.